Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Анар Елемесқызы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай сосиска в тестені ерекше түрде, қоян түрінде дайындайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер, мен қуанышты боламын. Ал ендеше кірісеміз. Табамызға жылы су, қант және тұз салып, осылайша мен сияқты венчиктің көмегімен алдымен осылай араластырып аламыз. Одан кейін үстінен дрожжи сеуіп, апарамыз көтерілгенше шамамен 10-15 минутқа қоямыз. Алдымен ұнды аз-аздан сеуіп аламыз, қыздар. Осылай венчикпен араластырып, апарамыз кішкене қоюланғаннан кейін көп-көптен салып, екі қолымызбен кәдімгі жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне мен илеп жатырмын. Қамырымыз илегеннен кейін үстіне осылай кішкене сұйық майды құйып, жұмсақ болу үшін бетін жауып, шамамен 1-1,5 сағатқа көтерілу үшін қойып қоятын боламыз. Міне менің қамырым көтерілді. 1 сағатта көтерілген болатын осы қамыр. Енді қазір біздің қояндарымызды жасайтын боламыз. Алдымен осылай қамырымызды бөліп аламыз. Осындай шарик домалақтар жасайтын боламыз. Сосын міне жай-жаймен ортасынан екі шетіне дейін осылайша ұзынша етіп созатын боламыз. Қолымызға сұйық майды жағып істесек жабыспайды. Енді осы қамырымызды осылайша екі линия дейміз ба, екі неге алып, дәл ортасына қойып, осылай арасынан өткіземіз. Теріс жағына қаратамыз. Осылай құлақтарын жөндеп жіберсеңіздер болады. Енді көзін және құлағын жасаймыз. Осылай зубочистканың көмегімен орнын ойып істеп аламыз. Және менде кунжут, қара кунжут, осыны істеп табамызды майлап аламыз. Пергамент төсесеңіздер де болады. Менде болған жоқ, сол үшін бұл менде жабысқан жоқ. Сіздерге тағы да қайталап көрсетіп кетейін. Міне осылайша қолыңызды майлап, ұзынша етіп созасыздар және арасынан өткізіп, теріс екінші жағын бетіне қаратасыңыз. Құлақтарын жөндеп жіберсеңіз және тіс шұқығыштың көмегімен екі көзін және мұрның орнын осылайша тесіп жасап кетеміз. Сосын қара кунжуттың көмегімен немесе қара бұрыш қойсаңыздар да болады, кейін алып тастайсыздар. Міне менде қояндарым дайын. Бетіне жұмыртқаның сарысын істеп 170 градуста шамамен 25-30 минутта пісті. Балдарыңызды осылай қуантсаңыздар болады, өте дәмді. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Анар Елемесқызы. Ас болсын.